Күлегеш шар. Үрленген қызыл, жасыл түсті әдемі шарлар тізіліп тұр. Іші ауаға толған соң, бет ажары кіріп, көз тартады. Айналаның әдемі болғаны жақсы емес пе? Жалпы ашық түс көңілді көтереді. Күнде жайма-шуақ, шардамас, тек тойдыман тез басталса деген тілек бар. Бір шардың жібі нашар байланса керек, кенет ол пыс еткен дыбыс шығарды. Дыбысқа бәрі елең ете түсті. Әуеліде не болды? Жібің дұрыс байланбаған ба деп алаңдаған өзге бір шар бара-бара оның кішірейіп кеткен түріне күле бастады. Тырсия үрленген қабақтай шар миығынан күліп, кішірейіп қалған шарға ішіңнен желің шығып, біртүрлі болып қалдың-ау, деді. Желі шыққан шар оның әуелгі күлкісіне аса мән бермеген. Сосын қайта-қайта қарқылдап күле берген соң көңіліне алып, қайта үрлесе қалпыма келермін, деді де қойды. Бірақ әлгі көрші кешеден бері қояр емес. Мынаның түріне қараңдар, біртүрлі болып қалған деп, тағы өз-өзінен қарқ-қарқ күлді. Қатты күлкіге айналадағылардың құлағы көтеріліп қарады. Күлкі деген рахат қой шіркін, күліп, көңілді отырғанға не жетсін? Соны байқаған күлегеш шар. Кеше мына шар байқамай пыс етіп қойып, содан бері біртүрлі болып қалды деп тағы қайталады. Қызық бірдеңе айтама деп елеңдеп қараған өзге шарлар, сол ма әлі күліп жүргенің? Деп қолды бір сілтеді. Ал мынау әлі күліп отыр. Бір кезде бір адам келді де, желі шығып, кішірейіп қалған шарды шешіп алып, жәшігіне салып, алып кетті. Байғұс кетті-ау деп мысқыл аралас күлген бұл шардың беті бал-бұл жанып қала берді. Сол уақытта мүлде ойламаған жағдай орын алды. Ата-анасын тыңдамай, жер тепкілеп жылаған бір бала қолындағы қара тас кәмпитін лақтырып жіберді. Тура көздеп атқандай қара тас кәмпит күлегеш шардың торсықтай маңдайына теп паңқ етіп жарылды. Даусы қандай ащы еді. Бір сәт тойдағы әуен даусы бәсеңдеп кеткенде, бәрі тарсыл шыққан жаққа мойын бұрды. Жарылып жырым-жырым болған шарды көрген жұрт, «Ой, даусыңның жаманын-ай!» деп реніш білдірді де, әрі қарай қысып жатқан биін жалғай түсті. Шардың жарылғанын көрген адам жайлап басып келді де, жібі шимайлап байланған шарды шынтүйтіп кесіп тастап, орнына әлгі желі шыққан шарды үрлеп іліп қойды. Өзге шарлардың бәрін бір қалыпқа келтіріп тізеді де, жарылған шардың аяқ астында тұрған қоқыс шелекке лақтыра салды. Шелектің ернеуіне ілініп қалған шардың көзі бақырайып, мына жатысына қатты қысылды. Біреу-міреу көріп қалмаса екен, көрсе де күлмесе екен, қоқысты тез далаға шығарса екен деп ауыз жаппады. Оның ендігі тілегі сол еді. Одан басқаны тілеуге мұрша қайда? Тек күлкі болмай көзден тайса болғандағы. Бұл шар біреуге күлуден қорықпаса да, күлкі болғаннан қорқады екен.